Сәлеметсіздер ме? Сіздермен бүгін батон наннан пицца жасайтын боламыз. Сіздерге ең алдымен керек батон наны. Оны жіңішкелетіп кесіп аламыз, әдемілеп нанымызды. Одан кейін әдемілеп тарелкаға жайғастырып алып, кетчуп пен майонезімізді жақсылап араластырамыз, екеуін қосып. Жақсылап араластырып дайын болған соң батонымыздың үстіне қойып шығамыз, әдемілеп жағып. Біркелкетіп, әдемілеп шұқалап, біріне бірлеп жағып шығамыз. Одан кейін колбасамызды турап аламыз, жақсылап жіңішкелетіп. Өте дәмді болып шығады. Үй жағдайында жасап көрсеңіздер болады. Балаларға өте қатты ұнайды. Одан кейін помидорымызды тураймыз. Оны да жіңішкелетіп турап шығамыз. Одан кейін сырымызды күштен өткіземіз, майда көзіне. Әдемілеп күштен өткізіп, кейін батон нанына барлығын жайғастырамыз. Жағылған нанның үстіне колбасаларымызды тізіп шығамыз. Одан кейін помидорларымызды қойып шығамыз. Помидорымызды әдемілеп қойып шыққаннан кейін үстіне және сырларымызды сеуіп шығамыз. Сырларымызды сеуіп болғаннан кейін қысқа толқынды пеште бір 10-15 минутқа қойып аламыз. Өте дәмді, тойымды, жұп-жұмсақ болып шығады. Үй жағдайында жасап көрсеңіздер болады. Өте керемет, дәмі де жақсы. Міне дайын болды десек те болады. Ас болсын баршаңызға. Менің каналыма тіркеліп, лайк басып, қолдап кетсеңіздер болады.